Құрамына ешқандай сүт қосылмайтын, бар болғаны су және де жұмыртқадан дәл осындай керемет болып шығатын құймақтар дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, жыртылмайды, дәл осындай керемет жұп-жұқа болып шығады. Ең алдымен бізге керегі қант, ұн, жұмыртқа, су, сұйық май және де сода керек. Граммдардың барлығын описанияда қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды қосып салып аламыз. Одан кейін оның үстіне 3 ас қасық қантымызды қосатын боламыз. Одан кейін үстіне суымызды құямыз да, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде қанттарыңыз еруі керек. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Сол үшін осылай венчикпен араластырсаңыздар да жеткілікті. 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Одан кейін ұнымызды, еліктен өткізілген ұнымызды осылай аз-аз мөлшерден сала отырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Ұндарыңыз арасы іртік болмауы керек, міндетті түрде бір массаға келуі керек. Осындай шамал ғана қоюлау болады. Осы тұста қайнап тұрған суымызды өлшеп аламыз. 250-255 граммдай болуы керек. Міндетті түрде қайнап тұрған су болуы керек, жылы су жарамайды. Мінекей өлшеп алдықта, осының үстінен 1 шай қасық содамызды қосамыз. Шай қасықпен толтырып алмаңыздар. Осылай видеода көрсетілгенде аласыздар. Жақсылап араластырып жібереміз де, бір қолымызбен құйып, бір қолымызбен осылай араластырып отырып құюларыңыз керек. Өйткені ыстықта бірден құйып жіберуге болмайды. Өйткені құрамында жұмыртқа болғандықтан олай жасауға болмайды. Осылай бірден араластырып жіберуіміз керек. Мінекей дәл осындай сұйықтық пайда болады. Осы тұста міндетті түрде табаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Алдымен майлап, одан кейін майлаудың қажеті жоқ. Осылай шамал ғана майласаңыздар жеткілікті. Енді барынша аздау құюға тырысыңыздар. Сол кезде блинчиктеріңіз жұп-жұқа болып шығады. Міне көрдіңіздер ме? Дәл осылай қызып тұрған күйінде құйсаңыздар, осындай тесіктер пайда болады. Жан жағы сарғайып бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші бетінің пісуі өте тез. 15 секундтың өзі жеткілікті. Міндетті түрде әр пісірер алдында табамызды қыздырып аласыздар. Егер табаларыңыздың асты жабыспайтын болса, келесі блинчиктерді, құймақтарды астын майлаудың қажеті жоқ. Егер жабысып қалатын болса, жабысатын таба болса, әр құймақ пісірер алдында табаларыңызды майлап отыруларыңыз керек. Бұл енді сіздердің табаларыңызға байланысты. Менікі жабыспайды, мен осылай бірден бәрін пісіріп аламын. Арнайы осындай блинчикке арналған таба болғандықтан. Қараңыздар, дәл осындай бірнеше тесіктер пайда болып, өте жұқа болып дайындалады нағыз блинчики. Сүт қоспасаңыздар да ешқандай дәмінен айырмашылығы жоқ. Мінекей достар, жан жағы қатып қалмайды, жұмсақ бір келкі әдемі болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер осы рецептпен. Әсіресе үйлеріңізде сүт болмай қалған кезде балаларыңызға дайындап бересіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған оп-оңай каналы.